Екінші есебінде 1,4 көбейту 5 тең 7 дейді. Расымен де оқушылар 1,4-ті 5-ке көбейтсек 7-ге тең. Енді сол жақ бөлігіне де теңдіктің, оң жақ бөлігіне де 1,3-ті қосамыз. Яғни 1,4 көбейту 5, қосу 1,3 тең, мына жағында оң жақ бөлігі 7, 7-ге қосамыз 1,3-ті. Ары қарай 1,4 көбейту 5 7, 7-ге 1,3-ті қоссақ 8,3. Ол тең болады. 7 қосу 1,3, 8,3. Дәл сол сияқты 1,4 көбейту 5, яғни сол жақ бөлігіне де теңдіктің, және мына оң жақ бөлігіне де минус 1,8-ді қосамыз. Қосу минус 1,8 дейміз. Тең деймін, 7-ні жазамын оң жақ бөлігіндегі. Қосамын минус 1,8-ді. 7-ге қоссақ минус 1,8-ді 5,2 болады. На бөлігі де 5,2-ге тең. Яғни келесі бысында минус 11-ді қосамыз екі жақ бөлігіне де. Мынау сол жақ бөлігіне де, оң жақ бөлігіне де минус 11-ді қосамыз. Минус 11 деймін қосу. Дәл сол сияқты 7-ні жазамын. Мынау қосамын минус 11. Сонда 7-ге минус 11-ді қоссақ минус 4 тең, мына жақта да минус 4. Яғни бұл жерде не айтылады? Яғни теңдіктің екі жағына да бірдей санды қоссақ, теңдік тең болады деген сөз. Екі жағы да тең болады. Міне соны дәлелдеп көрсетіп жатырмыз мынау мысалда. 765-ші есептің 3-ші мысалында, яғни 6 азайту 1,3 тең 4,7 дейді. Екі жақ бөлігіне де 1,3-ті қосуымыз керек. 6 азайту 1,3 қосу, яғни мынау теңдіктің сол жақ бөлігіне 1,3-ті қосып жатырмыз. Дәл сол сияқты 4,7-ге қосып жатырмыз 1,3-ті. Сондай теңдіктің екі жағына да біз 1,3 деген санды қостық. Минус 1,3 қосу 1,3 ол қарама-қарсы сандар. Қарама-қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең, яғни жойылады дейміз. Сонда мына бөлігі 6-ға тең болып жатыр. Дәл сол сияқты 4,7-ге 1,3-ті қоссақ 6 болады. 6 тең 6. Бірде екі санды қосқан кезде теңдіктің екі жағына да ол теңдік тура теңдік болып тең болады екен бір-біріне. Дәл сол сияқты 6 азайту 1,3 қосу минус 1,8. Ол тең болады. Ары қарай 4,7 қосу минус 1,8. Ол тең болады 2,9. Мына жақ бөлігі 2,9, мына жақ бөлігі де 2,9-ға тең. Келесі 6 азайту 1,3 қосамыз минус 11. Дәл сол сияқты 4,7 қосамыз минус 11. Яғни мынау 6 азайту 1,3-ге минус 11-ді қостық, 4,7-ге минус 11-ді қостық. Ол дегеніміз тең болады. Мына жеріміз модулі бойынша минус 11 үлкен, сондықтан минус 6,3-ге тең. Дәл сол сияқты мына жерімізде минус 6,3-ге тең болады. 9 бөлу 1,8 тең 5. Яғни 9-ды расымен де 1,8-ге бөлсек 5 шығады. Енді теңдіктің екі жағында 1,3 қосамыз, екі жағына да. 9 бөлу 1,8 қосу 1,3 деп жазамыз. Қосу 1,3. Дәл сол сияқты мына оң жақ бөлігі 5-ге қосамыз 1,3. 9-ды 1,8-ге бөлсек 5, 5-ге 1,3-ті қоссақ 6,3. 5-ге 1,3-ті қоссақ 6,3 болады. Дәл сол сияқты 9 бөлу 1,8-ге мынау теңдіктің сол жақ бөлігіне минус 1,8-ді қосамыз. Келесі жағына да 5 қосу дейміз, 5-ке қосамыз минус 1,8-ді. Бұл дегеніміз 5-тен 1,8-ді ал дейді, яғни 3,2 шығады. Мына жақ бөлігі де 3,2 шығады. Келесі 9 бөлу 1,8, яғни сол жақ бөлігіне минус 11-ді қосамыз. Дәл сол сияқты 5 деген оң жақ бөлігіне қосамыз минус 11-ді. Сонда 5-ке минус 11-ді қоссақ минус 6. Дәл сол сияқты мына жақта да 5-ке минус 11-ді қоссақ минус 6.
Видео пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға подписация басыңыз. Алдағы уақытта пайдалы осындай видеолар салатын боламын.